Түркістан облысы Жетісай ауданы номер 40 ынтымақ жалпы орта мектебінің 4 А сынып оқушысы Әбдікерім Айша. Ахмет Байтұрсынұлы анама хат. Қарағым, дұға көйім, қамқор анам, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді қақтан қалам. Бара алмай өтірікші болып әбден, Семейдің түрмесінде отыр балаң. Мал ұрлап кісі өлтірген айыбы жоқ, өкімет өрзорлыққа не бар шараң. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар, жолдар көп жәннатқа да тарам-тарам. Оқ дейіп, оның ішінде ой түсіріп, бітпеген жүрегінде бар бір жырам. Алданып, тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып, адам ісінетпей, ұялмай не бетімнен көрге барам. Көп айтпай қысқасынан сөздеретін, баланың мінезі бар сөзге сараң. Кесер деп суға құлап отқа түсіп, қайық жеп мен үшін болмалаң. Отырмын абақтының бөлмесінде, бұйрықсыз көз жетеді бөлмесіне. Есіктің құлпы мықты күзетші кеп, ажалдан басқа ешкім келмесіне. Қоршаулы айналасы биік қорған, берік қып салған темір терезесіне. Қалайша мұны көріп, көңіл сенбес, аттанып жау келсе де бейнесіне. Қаламда алаусу мақсыз ұмытқан ба, жазбапты бұл орынды көрмесіне. Солардан жаным тәнім ардақты емес, қалайша орынсыз күйзелейін немесіне.